Алматы жүрегімде. Менің сүйікті қалам Алматым. Алматы үлкен іскерлік және мәдени орталық десек те болады. Ұзақ жылдар бойы қала Қазақстанның астанасы болған. Ол өзінің архитектуралық ескерткіштері және сұлу табиғатымен де танымал. Онда Медеу мұз айдыны, Көктөбе, 28 гвардиялық панфиловшылар саябағы, Тәуелсіздік монументі, тағы да өзге де көрікті жерлер көп. Биіктау баурайындағы қала бүгінде мәдени, тарихи, өндірістік ортаға айналған. Менің сүйікті Алматым. Алматыны осы үшін жақсы көремін. Климаты қолайлы мегаполис болған үшін. Мегаполис болған соң, қай жағынан болсын, даму бар, бәсеке бар. Мейлі ол жеке планда болсын, не мансап жолында болсын. Әлемнің кез келген түкпірінде тұруға мүмкіндігім болса да, Алматыда тұрушы едім. Себебі, Алатаудың таулары күнге ерекше қуат беріп тұрғандай маған. Алматының табиғаты өте керемет. Жетісудың еркесінде елтіп, еркелей түседі. Арманыңды арманға жалғайды. Алматы үлкен белестерді бағындырған қала. Оның тарихына көз жүгіртсек, басынан сан қилы тарихи кезеңдер өткерген. Алатауы айқарлы ашылып, қарсы алса, Көктөбесі жайқала құшақ жаяды. Не айтсақ та, Алматының әсем табиғаты мен шырайлы шуағы кез келгенге туған анасы әлдилегендей сезім ұялатады.